Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Біздің келесі тақырыбымыз кәмелетке толмағандарға тәрбиелік ықпал етудің негізгі құралдарының жүйесі. Бұл жерде бұл тақырып бойынша қарастыратын мәселелер тәрбиелік ықпал ету құралдарының жалпы шолу, тәрбиелік мәжбүр шараларының түрлеріне тоқталамыз, және де олардың мазмұны мен мерзімдеріне, құралдарды қолдану тәртібіне, және де арнайы оқыту тәрбиелеу мекемелеріне және қорытынды. Тәрбиелік ықпал ету құралдары, яғни жалпы түсінік пен маңызына тоқталатын болсақ, негізгі анықтамасы бұл кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауапкершіліктен немесе жазадан босатқан кезде қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы болып саналады, және де бұл шара қылмыстық жаза болып табылмайды, яғни сотталуға әкеп соқтырмайды. Және де құқықтық негізі бұл Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 84-ші бабында айтылған 5 негізгі шараны көздейді. Яғни бұл шаралар кәмелетке толмаған адамды түзетуге және қоғамға бейімдеуге бағытталады. Негізгі мақсаты кәмелетке толмаған адамның мінез-құлқын түзету, оған заңды құрметтеуге және заңға бағынып өмір сүруді, және де сондай-ақ қылмыстық ортадан оқшаулауды үйрету. Ал бұл ықпал ету құралының артықшылығы неде дейтін болсақ, бұл жазалаудың орнына тәрбиелік ықпал ету, яғни гуманистік тәсілді көздейді. Ол кәмелетке толмағандарды қоғамнан оқшаулаусыз, яғни отбасы жағдайында түзету мен жаңағы әлеуметтенуге мүмкіндік береді. Келесі тәрбиелік мәжбүрлеу шараларының жүйесі. Яғни жаңағы айтылған Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде 84-ші бабына сәйкес тәрбиелік мәжбүрлеу шараларының толық тізбесі алдарыңызда. Бұл шаралар бір уақытта тағайындалуы мүмкін және бір жылға дейінгі мерзімді қолданылады. Жаңағы айта кеткен 5 шара түрі, нақтылап айтатын болсақ, біріншісі ескерту, яғни кәмелетке толмаған адамға жасалған іс әрекетінің қылмыстық құқық бұзушылық екені туралы ауызша немесе жазбаша ескертулер жасалады. Қадағалауға беру. Ата-аналарына немесе оларды алмастыратын адамдарға қадағалауға беру. Оның мерзімі 6 ай мен 1 жылдың көлемінде болады. Келесі зиянды қалпына келтіру. Яғни зиян келтірілген жағдайда оны қалпына келтіруді міндеттейді, материалдық залалды өтеу немесе кешірім сұрау түрі жүзеге асырылады. Келесі тыйым салу. Тыйым салу белгілі бір орындарға баруға тыйым салу. Және де оның да мерзімі 6 айдан 1 жылға дейін созылуы мүмкін. Кейін келесісі уақытты шектеу. Уақытты шектеу тәуліктің белгілі бір уақытынан кейін үйден тыс жерде болмауын шектеу. Яғни ол да 6 ай мен 1 жылдың аралығында созылуы мүмкін. Келесі ескертулер, яғни мағынасы және қолданылуына келейік. Жалпы ескерту дегеніміз кәмелетке толмаған адамға жасалған іс әрекеттің қылмыстық құқық бұзушылық екені, оның қоғамда қауіпті екенін және заңға қайшы мінез-құлықты қайталамауы қылмыстық жауаптылыққа әкеліп соқтыратын туралы ауызша немесе жазбаша ескерту болып саналады. Және де оның мақсаты айта кеткендей кәмелетке толмаған адамды қылмыстық іс-әрекеттің салдарынан ескерту, заңды құрметтеуге және заңға бағынуға үйрету, қайталанған қылмыс жасаудан сақтау. Кімдерге қолданады дейтін болсақ, бұл шара сотпен немесе тергеуші, жедел тергеу тобымен қолданылады. Ескерту жасалған кезде кәмелетке толмаған адамның жеке басын, отбасы жағдайын және қылмыс жасау себептерін ескеру керек. Бұл әдістің тиімділігі, яғни ескерту, ол жеңіл тәрбиелік ықпал ету шарасы болып саналады. Ол кәмелетке толмағандардың қылмыстық ортадан оқшаулаусыз отбасы мүшелерімен бірге өмір сүре отырып, оны түзетуге мүмкіндік беретін шара түрі. Бұл шара алғаш рет қылмыс жасаған кәмелетке толмағандарға тиімді болып саналады.
Келесі қадағалауға беру, яғни отбасының қадағалауын талап ету. Шараның мәні ата-аналарына немесе оларды алмастыратын заңды өкілдерге қадағалауға беру шарасы, яғни кәмелетке толмаған адамның тәрбиелеуге және оны дұрыс мінез-құлық қалыптастыруға ата-аналардың жауапкершілігін арттырады. Оның мерзімі, қадағалау мерзімі 6 ай мен 1 жылдың көлемін қамтиды. Мамандандырылған мемлекеттік орган бақылауды жүзеге асырады және ата-аналарға қажетті көмек пен кеңестер беріледі. Бұл жерде ата-аналардың міндеті баланың мінез-құлқын бақылау, бос уақытын дұрыс ұйымдастыру, оқуға қатысуын қамтамасыз ету және де теріс әсерден қорғау болып саналады. Келесі біздің слайдымызда зиянды қалпына келтіру және жауапкершілікке тәрбиелеу шарасы. Яғни бұл шараның мәні келтірілген зиянды қалпына келтіруді міндеттеу шарасы. Кәмелетке толмаған адамдардың материалдық залалды өтеуге, мәжбүрленушіден кешірім сұрауға немесе өзге де тәсілдермен зиянды қалпына келтіруге міндеттейді. Оның мақсаты жауапкершілік сезімін қалыптастыру, еңбек дағдыларын дамыту, зиян келтіретін адамды түзету болып саналады. Және де қалпына келтіру тәсілдеріне материалдық залалды ақшалай өтеу, жәбірленушіге жұмыс жасау арқылы өтеу, жәбірленушіден кешірім сұрау арқылы немесе зиян келтірген мүлкін қалпына келтіру арқылы жүзеге асырылады. Бұл тәрбиелік шараның маңыздылығы ол кәмелетке толмаған адамға өз іс-әрекетінің салдарын түсіндіреді және жауапкершілік алуға үйретеді. Еңбек арқылы зиянды өтеу, еңбек дағдыларын дамытады және еңбекқорлыққа тәрбиелейді. Келесі бізде шектеу шаралары. Оның мазмұнына келетін болсақ, белгілі бір орындарға баруға тыйым салу, тәуліктің белгілі бір уақытынан кейін үйден тыс жерде болмауын шектеу және мамандандырылған мемлекеттік органның рұқсатынсыз басқа жерлерге баруын шектеу шаралары, ол да кәмелетке толмаған адамның қозғалыс және уақытын бақылауға алуды көздейді. Оның да мерзімі 6 ай мен 1 жылға дейін созылуы мүмкін. Және де осы белгілі бір орындарға баруға тыйым салу, мысалға ойын-сауық орындары болуы мүмкін, спорт кешендері болуы мүмкін, компьютер клубтары немесе тағы да басқа әлеуметтік орталар болуы мүмкін. Келесі, тәуліктің белгілі бір уақыттан кейін үйден тыс жерде болмауын шектеу. Кешкі сағат 22:00-ден кейін, түнгі 00:00-ден кейін болуы мүмкін, немесе оқу күндері белгілі уақытта, немесе демалыс күндерін шектеу. Яғни сол тұлғаның күнделікті уақыт шектеуін оның жұмыс немесе білім алу жоспарлы мерзімімен сәйкестендіріп, оған белгілі бір шектеулер қойылуы мүмкін. Және де мамандандырылған мемлекеттік органның рұқсатынсыз басқа жерлерге бармауын шектеу, мысалға басқа қалаларға бармауы, елден шықпауы, белгілі бір аудандарға бару, және де қылмысты ортаға бару деген сияқты оның локациялық шектеулері де болады. Енді келесі құралдарды қолдану тәртібі және шарттарына келетін болсақ, бұл жерде қолдану шарттары кәмелетке толмаған адам қылмыстық құқық бұзушылық жасаған. Бұл онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс, және де мәжбүрленушімен татуласқан, зиянды қалпына келтірген, яғни осындай қолдану шарттары болуы мүмкін. Және де осының бірнеше шараны қолдану, яғни бірнеше шара бір уақытта тағайындалуы мүмкін. Мысалға, ескерту, қосымша қадағалауға беру, зиянды қалпына келтіру, қосымша уақытты шектеу, тыйым салу, қосымша қадағалауға беру деген сияқты бірнеше шара түрлері бір мезетте қолданылуы мүмкін. Және бақылауды жүзеге асыру, мамандандырылған мемлекеттік орган бақылауды жүзеге асырады және есепке алады, тексеріс жүргізеді. Ата-аналар тарапынан қадағалауды жүзеге асырады, есеп береді және де
осы құзыретті органдарға көмек көрсетеді. Сот шараларды тағайындайды, өзгертуге немесе сақтауға шешім қабылдайды. Енді келесі слайдта арнайы оқу тәрбие мекемелері. Қандай арнайы оқу тәрбие мекемелері болуы мүмкін? Мысалға, арнайы оқу тәрбие мекемелері тәрбиелік ықпал ету шараларының нәтижесіз болған жағдайда немесе кәмелетке толмаған адамның мінез құлқы өзгермеген кезде қолданылады. Мақсатты топ бұл мекемелер 11-17 жас аралығындағы балаларды оқшаулау, оқыту және тәрбиелеу мақсатында құрылған. Қыз балалар мен ұл балаларды бөлек орналастырады, және де 11-14 жастағылар және де 15-17 жастағыларды бөлек оқшаулайды. Мерзімі кәмелетке толмаған бала оқу тәрбие мекемесінде 1 айдан 1 жылға дейінгі мерзімде жіберілуі мүмкін. Және мерзімнің ұзартылуы қажет болған жағдайда сот шешімі бойынша ұзартылуы да мүмкін. Мекемедегі тәртіп. Бұл жерде күн тәртібімен оқу және тәрбие жұмысы жүргізіледі, пайдалы жұмыспен және өндірістік еңбекке кірістіреді, тәулік бойы педагогикалық бақылау жұмыстары жүргізіледі, және де мекеме аумағына бөтен адамдардың келуіне шектеу қойылады. Келесі слайдта көргендеріңіз тәрбиелік ықпал ету жүйесінің тиімділігі. Яғни статистикалық көрсеткіштерге сүйенетін болса, Қазақстанда кәмелетке толмағандар арасында қылмыстық деңгейі соңғы 5 жылда 27%-ға төмендеген. Яғни бұл тәрбиелік ықпал ету шараларының арнайы оқу тәрбие мекемелерінің және алдын алу жұмыстарының нәтижесін көрсетіп отыр. Яғни оң нәтижесін көрсетіп отыр десек болады. Бейімделу орталықтарына келетін болсақ, 19 орталық жұмыс жасайды. Қазақстан мемлекеті бойынша кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтары желісі құрылған. Бұл жерде 3700-ден аса бала қабылданған туралы дерек айтылған, және де жарты жылдықта 3700-ден астам кәмелетке толмаған бала орталықтарға жеткізілетіні көрсетілген. Және де отбасын қолдау қызметтеріне келетін болсақ, отбасын қолдау орталықтары әлеуметтік құқықтық және психологиялық көмек көрсетумен айналысады, тұрмыстық зорлық-зомбылықты алдын алады және де зардап шеккендерді есепке алу жұмыстарын жүргізеді. Жалпы осы тақырып бойынша қорытындылайтын болсақ, кәмелетке толмағандарға тәрбиелік ықпал етудің негізгі құралдарының жүйесі бұл жазадан гөрі тәрбиелік мақсатты басым етеді. Яғни кәмелетке толмағандарды қоғамға бейімдеуге бағытталған тиімді құқықтық механизм. Бұл жүйе отбасы, мемлекеттік органдар және қоғамдық ұйымдардың ынтымақтастығын талап етеді. Тәрбиелік ықпал ету шаралары кәмелетке толмағандарды қылмыстық ортадан оқшаулаусыз отбасы жағдайында түзетуге мүмкіндік береді. Енді гуманистік тәсіл, яғни жазалаудың орнына тәрбиелік ықпал ету. Бұл да гуманистік тәсілдің негізгі бағытына жатады. Ол кәмелетке толмаған жастарды қоғамнан оқшаулаусыз отбасында тәрбиелеуді көздейді. Тәрбиелік ықпал ету шаралары кәмелетке толмағандарды отбасымен бірге, отбасының қатысуымен түзетуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде Қазақстандағы тәжірибе көрсеткендей, тәжірибелік ықпал ету жүйесі кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстық шараларды төмендетуге нәтижелі оң көрсеткіш көрсетіп отыр деп айта аламыз. Жалпы тақырып бойынша қорытынды осындай. Рахмет, назарларыңызға сау болыңыздар.